Негізінде тарихқа қарайтын болсаңыздар, Осман, мына кішкентай ғана Осман сұлтанаты кейіннен алып империяға айналды, иә. Бірақ осы тұста мен Әмір Темір мен Осман сұлтанатының арасындағы Анкара түбіндегі шайқас түркі халықтары үшін бір орны толмастай үлкен шығын болды деп айтуымызға болады. Өйткені Әмір Темір, міне Тамерлан деп тұр ғой, Әмір Темірдің мемлекеті де түркі тектес халық, Османдар да түркі тектес халық. Яғни Османдар да Әмір Темір де бірлесіп әрекет ете алмады. Бір сөзбен айтқанда, екі қошқардың басы бір қазанға сыймады. Мысалы, Осман империясының сол Анкара шайқасына дейінгі дамуын алып қараңыздаршы. Мысалы қараңыз, 1300 жылдан бастайықшы, 1300-ден бастайық. 1299-да құрылды ғой негізі. 1300 қараңыздар. Шағын ғана аймақ. 1310, 1320, 1330, 1340. Міне, Бурсаға жетті. 1350, 1360, 1370. Қараңыздар, Европаға өтті Осман әскері. 1370 жыл былай. Мына жақта Алтын Орда. Алтын Орда. Тоқтамыс хан билікке келетін тұстар шамамен. Мына жақта Ақ Орда. Әмір Темірдің билігі енді ғана басталған тұстар. Қараңыздар, Самарқанның айналасы ғана. Көріп отырсыздар ғой. Мына жақ Герат, мына жақ Шағатай ұлысы, яғни Моғолстан мемлекеті. Мына жақта қалай айтуға болады, Құбылай ханның ұрпақтарын өз аймақтарына моңғол үстіртіне қуып шыққан тұстар. Мин империясы пайда болды, өткені. Сонымен жалғастырайық. 1370, 1380. Қараңыздар. 1380. Қазір 1382-де білесіздер, Мәскеуді өртеп жібереді. Бірақ Мәскеу Алтын Орданың территориясына тұр, бірақ бұл кездері. 1380, 1390. Қараңыздар, Сербияның қаншама бөлігін жаулап алды, қараңыздар. 1380, 1390, 1400. Қараңыздаршы, Осман сұлтанатының Европадағы иеліктері, Азиядағы иеліктері. Бұл уақыттарда Темірдің әскері Кіші Азия түбегіне жақындап қалған болатын. Осылайша даланың екі көкжал қасқыры Майдан даласында Анкара түбінде шайқаста кездесті. Қазір 1403-ге қойып қараңыздар. Қайтадан Османдар әлсіреп кетті. Бірақ Әмір Темірдің көзі тірісінде оның мемлекеті қазір 1404, 1405. Қараңыздар, Әмір Темір мемлекетінің территориясын қараңыздаршы. Жақындатып көрсетейін. Мына жақта Дели, солтүстік Үндістанның аймағын жаулап алған. Мына жақта Иран, Ирак жерлері жаулап алынған. Самарқанның айналасы, Сырдария мен Әмударияның аралығы, Хорезм жері, Маңғыстау жері. Мына жақта Иран, Ирак, енді айттық. Әзербайжан жері, Армения жері, Кавказдың, яғни оңтүстік бөлігі, тіпті Дамасктың өзін жаулап алып, оны тастап шыққан болатын, Әмір Темір әскері. Осындай қуатты Әмір Темірдің империясын оның ұрпақтары өкінішке орай ұстап тұра алмады. Аталары арыстан болды, алайда оның ұрпақтары бұл мемлекетті сақтап қала алмады. Ал соғыста жеңіліп Анкара түбінде шайқаста тұтқынға түскен атақты Илдрим Баязид, яғни найзағай, Құсадан, кейбір деректерде уланып, кейбір деректерде Құсадан дейді, енді әртүрлі айтады. Осы Баязидтің ұрпақтары уақыт өте келе естерін тез жинап алды. Мына жақта шашырап кетті ғой қайттан. Керісінше қазір араға 50 жыл салайықшы, мысалы 1450-ге қояқшы, мысалы шамамен 1455 деген жарайды. Қараңыздар, Әмір Темір өмірден өткені шамамен 50 жылдай болған. Қалған территориясы осы ғана. Көбінесе Иран жері, Хорасан, сосын мына Самарқанның айналасы. Көріп отырсыздар ма? Ол мына жақта Делидің мына аймақтарды жаулап алған еді ғой. Мына жақта Ирак, Кавказ жері. Олар қолдан шығып кетті. Ал қараңыздар, Османдардың жағдайы қандай? Османдар керісінше одан әрі күшейе бастады. 1455, 1465.
Трабзон жоқ мына жақта, көріп отырсыз ғой. Трабзон 1465. Османдар Константинопольді жаулап алған, Стамбулға айналдырды. 1475-1485. Қараңыздар, Қырым Османдардың иелігіне өтіп кетті. Көріп отырсыздар ғой. Ал Әмір Темір мемлекетіне болады. Әмір Темір тіпті мына мемлекеттің ұрпақтары тіпті мына Иран жеріндегі территориялардан айырыла бастады. Герат, Самарқан сияқты қалалар ғана қалды. 1495, 1505. Османдар одан әрі мына жаққа қарай жетті. Астрахан, Қазанға қарай жетті. Мәскеумен шекараласты деп айтсақ болады. Өйткені Қырым хандығы, білесіздер, бұл Османдардың вассалы. Сондықтан бұл жақта Осман империясының территориясы қылып көрсетіп тұр. 1505, 1515. Қараңыздар, Темір мемлекетінің қалған қалдығын. Бұл да жоқ. Енді 1525. Қараңыздар, Кабул, астанасы Кабул, моғолдар деп тұр. Бұл енді Әмір Темір мемлекетінің ұрпағының бірі, бұл Бабырдың тұсы. Бабыр әскері жылдар бойы біресе Шайбаниден жеңілді, өз Самарқан тастап шығуға тура келді. Қазақ даласынан, яғни Дешті Қыпшақтан келген Шайбани Бұхар мемлекетінің негізін қалайды мына жақта, сөйтіп Бабырды өз жерінен қуып шығады Самарқаннан. Ол Ауғанстан жеріне көшіп кетіп қалып, Әмір Темірдің ұрпағы 1526-ға қоямын қазір мына жақта Дели сұлтанатының біраз жерін жаулап алады. Қараңыздар, Лахор мына жақты жаулап алады. Өйткені Панипат түбінде үлкен шайқас болады. Бұл Әмір Темір ұрпағы екінші Бүржарды десек болады. Мына жақта әрине Осман сұлтанаты Баязиттің тұсындағыдай емес, қатты күшейіп кетті. Африка жеріндегі иеліктерін қараңыздар. Арабиядағы Мекке Мәдинаны қараңыздар. Аден португалдардың қолында бұл уақыттары. Мына жақта Қырым, мына жақта Европадағы иелік, Азиядағы, Африкадағы, Арабиядағы иеліктерін қараңыздар. Ал Әмір Темірдің бір ұрпағы Үндістанды бағындыруға кірісті. Қазір араға 100 жыл салайықшы, 1626-ға қойын. Қараңыздар моғолдардың территориясын. 1636, 1646. Қазір 1700-ге қоям. Қараңыздар. Моғолдар мына жақтағы Бұхар хандығынан бастап, мына Гималай, Үндістан, Декан таулар, мына жақта Шри-Ланкаға дейін созылып жатқан алып империя құрды. Ұлы Моғолдар империясы деп аталды. Ал 1700 жылдары Османдарда алып империя, көріп тұрсыздар. Кезінде бұлардың ата-бабалары Анкара түбінде шайқаста Майдан даласына бетпе-бет келген болатын. Сол шайқастан кейін Османдар әлсіреп кетті, бірақ ұрпақтары есін тез жинап алып, одан әрі жаулаушылық жорықтарын жалғастырды. Бір ғана құрлық емес, 3 бірдей құрлыққа өз территориясын кеңейтті. Ал Әмір Темір мемлекеті көп өтпей, ол Әмір Темір өмірден өткеннен кейін ыдырай бастады. Тұтастай дерлік ыдыраған кезде қайтадан оның ұрпақтарының бірі Бабыр Үндістан жеріне келіп, бұл жақта үлкен империя құрады.